Қазақ күресін қайта жандандырған Қазақстан барысы турнирі биыл 10-шы рет өтті. 2011 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келе жатқан байрақты бәсеке ұлттық өнерімізді жаңа деңгейге көтерді. Атан жілікті апайтөс балуандардың елге танылуына, тұлға болып қалыптасуына мүмкіндік берді. Көңіл бәрі керемет болып тұр. Енді ол 2 жыл болды күреспегелі, сағыныш бар. Күреске деген, барысқа деген, бірақ енді бір өкініштік халық болмайын деп тұр. Көрермен солсы ғана, әйтпесе баяғы көрерменнің айқай шуы жетпейтін шығар деп ойлаймын, бірақ енді айтады ғой, кілем көрсетеді деп, енді Алла қаласа барлық күш-жігерімізді саламыз осы кілемге шығып. Енді биыл көп, өйткені жас балуандар көп, салмақ ауыр балуандар көп. Енді мен өзім бұрыннан бері 90-да күрестім, қазір 100 салмақта күресіп жатырмын. Енді бұйырғаны болады, ертең кілем көрсетеді. Жарысқа бір күн қалды, ертең Алла қаласа күресеміз. Бабымыз бәрі жақсы. Енді бағымыз Алладан, ертең бағымыз бен бабымыз сәйкес келіп жататын болса, Алла қаласа ұтамыз деп айтамын. Сағыныш бар ма? Әрине сағыныш бар. Енді мен қанша жыл күресіп жүрмін ғой, енді сағыныш болады. Дайындық, аяқталып жатыр. Осы 2-3 күн алдын келгенбіз қаладан. Дайындығымыз, сборымызды өткізіп, құдай қаласа ертең жақсы өнерімізді көрсету керек. Мына зал бір атмосфера бере ме өзіне? Әрине. Өзін әр жердің өзінің атмосферасы бар. Енді осы залға келу адреналин болып тұр. Шына күрескіміз кеп, күресуге желание ашылып отыр. Дайындық бәрі жақсы. Залға келіп, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй бәрі жақсы, енді ертең Жирбековаға бәрі байланысты. Қазір настрой ұстап. Осынамыз. Дайындық аяқталды? Дайындық аяқталды, дайындықтан. Жылдағыдай білмеймін мен қалай болатынын. Бұйыртқанын көреміз ғой. Настрой бәрі жақсы, Аллаға шүкір ойдағыдай. Қобалжу бар ма? Жоқ, қобалжу жоқ, ешқандай қобалжу жоқ. Көрерменсіз кішкене басқаша өтетін шығар. 2 рет 2-ші орын алдық енді. Осы жолы қобалжитын ештеңе жоқ. Осы жолы жеңіске жету керек, 1-ші орын алу керек, Алла қаласа. Өзіме сенімдімін енді, Алла қаласа. Ер кезегі 3 дейді ғой. 3-ші жеңіске жету керек. Қазақстан чемпионатын ұттым, кубокты ұттым, халық барысын ұттым. Жалғыз осы Қазақстан барысын турнирін ұта алмай жүрмін да. Осы жолы биыл 4-ші рет қатысайын деп жатырмын, Құдай қаласа. Осы жолы жеңіске жетемін деп ойлаймын. Бұйырса, осы қазақ барысын белбеуім өте қатты ансаптым десе болады, ұтқым келеді. Күллі қазақ көз алмай көретін дүбірлі доданың жоғарғы деңгейде өтуі ұйымдастырушылардың тиянақты жұмысы, еселі еңбегінің нәтижесі. Олар жарыс басталардан бірнеше күн бұрын стадионды дайындады. Балуандар күресетін алаңды құрды, жарықтандыру құрылғыларын, дыбыс жазатын және бейне құрылғыларды орнату сынды көптеген жұмыстарды атқарды. Қазақ күресі үшін арнайы кілем төселді. Сәттілік жігіттерге, құдай қаласа, кім бабында сол жеңіске жетсін. Елім заман жұртымыз істеп болсын. Жігіттерге көңіл тола ма? Көңіліміз енді ертең құдай қаласа күрестеріне қарап көреміз ғой. Бұлай жалпы түрлеріне қарап көңіл толады. Өйткені өзіміздің бауырларымыз, інілеріміз, ағаларымыз. Құдай қаласа жігіттердің бәріне сәттілік жігіттер. Енді қобалжуға себеп көп. Ертең қалай болады екен, кім қалай қабылдайды екен, балуандар қалай шығады екен, кім жеңімпаз болады екен, кім қалай күреседі екен, кілем қандай тосын сыйлар дайындап тұр екен дегендердің барлығы бізді қобалжытады. Мақсатымыз халыққа көріну емес, біздікі көрсету. Мен өз баспасөз қызметі ретінде де көп жерде менен интервью сұрап жатады. Сұхбат беріңіз, сіз бәрін біледі екенсіз, оңай айтып беріңіз, тез түсінікті тілде жеткізесіз деп. Балуандар енді көп ашыла қоймайды ғой бізде. Сол кезде мен айтамын, жоқ, мен бұл жерге көріну үшін келген жоқпын. Мен осы кісілерді көрсету үшін келген адаммын деп. Сондықтан осы халық көріп жатқан дүние халыққа ұнаса, сол біздің көрінгеніміз болып есептеледі деп ойлаймын.
Турнирге бір күн қалғанда балуандарды таныстыру және салмақ өлшеу рәсімі өткізілді. Фото және бейне түсірілім жасалып, жарыс алдындағы соңғы дайындық жұмыстары жүргізілді. Ұлт рухын асқақтатқан додада орындалатын әсем әндер шырқалып, мың бұралған бишілердің өнері тамашаланды. Балуандардың боз кілемге көтерілуінен бастап, марапатталу рәсіміне дейінгі шаралар пысықталды. Балуандар боз кілемге санитарлық талапқа сай медициналық бетперде киіп шықты. Жеребе тарту рәсімі арқылы әрқайсысының қарсыласы анықталды. Содан соң халқымыздың дәстүріне сай ақсақалдардың ақ батасымен турнирдің түңлігі түрілді. Алдымен тәуелсіз егеменді еліме бата, бүкіл халқыма бата, ақпейіл дос болған бүкіл Қазақстан халқына бата. Бүгінгі балуандарым, батырларым сіздерге арнайы бата. Бақ қонған халқым, бастарыңнан бейбіт күн кетпесін. Ел жұртым мәңгілік ел болсын. Мемлекетіміз күшті, бақ қонған ел жұртының аманатын түгелдей дерлік сақтайтын, ұлтының дәстүрін сақтайтын мемлекет болсын. Қажымұқан бабаңдай балуандарым жүлделі болыңдар. Тәуелсіздік тойына Қазақстан барысы шашу болып шашылсын. Аллаху акбар. Алғашқы кездесу әскер барысы атанған Әділ Оразбаев пен Жамбыл облысының балуаны Ғалымжан Қырықбай арасында өтті. 148 келі тартатын қос балуан ұзақ алысқан жоқ. 30 секундта Ғалымжан қарсыласын етпетінен түсірді. Артынша осы әдісін қайталап, тағы бір бүгіпайын еленіп жеңіске жетті. Екінші болып боз кілемге Шығыс Қазақстан облысының балуаны Айбек Нұғмаров пен түркістандық Әліби Жұмаділлаев көтерілді. Қазақстан барысы турнирінің екі дүркін жеңімпазы жамбас әдісін жасап, бүгіпайын еленді. Артынша кәнігі тәсілін тағы бір қайталады. Кездесудің аяқталуына 40 секунд қалғанда Айбек Әлібиді денесінен асыра лақтырып, таза жеңіске қол жеткізді. Үшінші жұп болып боз кілемге шымкенттік Нұрсұлтан Қожагелдіұлы мен жамбылдық Айбол Айтбек шақырылды. Қос балуанның күресі 1 минут 15 секундта аяқталды. Қазақстан барысы турнирінің қола жүлдегері Айбек Нұрсұлтанды денесінен асыра лақтырып, қарсыласының қос жауырынын жерге тигізді. Қарағандылық Бекзат Ахметбеков пен Нұрсұлтан қаласының өкілі Олжас Шынкеев арасындағы жеңімпаз негізгі уақытта анықталмады. Бойы бірдей, салмағы шамалас балуандар 4 минуттай бір-біріне әдіс жасай алмады. Белдесуде бірден шабуыл жасаған Олжас келесі айналымға өтті. Жамбылдық Ғалымжан Қырықбай екінші кездесуін Батыс Қазақстан облысының Темірлан Көлбайға қарсы өткізді. Қарсыласын 2 рет қырқа шалған ол 2 бүгіпайымен жеңіске жетті. Шымкенттік Ерсұлтан Мұзаппаров пен Павлодарлық Мұхтар Дәлелханұлы арасындағы кездесу әдегеннен ақ басталды. Бір жамбас, бір бүгіпайын еленген Мұхтар 2 минутта қарсыласының жауырынын жерге тигізді. Тартысты белдесудің бірі Шығыс Қазақстан облысының балуаны Саят Шамшиев пен Маңғыстаулық Жасланбек Таңатов арасында өрбіді. Саят алғашқы 30 секундта қарсыласын жамбасқа лақтырып, жартылай жеңіске қол жеткізді. Намысқа тырысқан Жасланбек бүгіпайын алғанмен өзі Саяттың әдісіне түсіп қалды.
Көпшілік тағатсыздана тосқан кездесу Қазақстан барысының 2014 жылғы жеңімпазы Мұхит Тұрсынов пен осы турнирдің 2019 жылғы күміс жүлдегері Ерасыл Қажыбаев арасында өтті. Тәжірибесі толысқан әккі балуандардың күресі барлаумен басталды. Балуандар негізгі уақытта бір-біріне әдіс жасай алмады. Кездесудің аяқталуына 27 секунд қалғанда Ерасыл іштен шалып Мұхитты жықты. Осылайша бүгі пайын еленіп, туған күнінде жеңіске жетті. Айбек Нұғмаров пен Айбат Сейтеннің күресуде көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Жанкүйерлер көкейінде Айбек 3 жыл бұрынғыдай астаналық балуаннан айласын асырама, жоқ әлде Айбек кеткен есесін қайтарама деген сауал тұрғаны рас. Аңдысып басталған кездесу 3-ші минутта шешілді. Айбат қарсыласын қырқа шалып құлатпақ болғанда Айбек білектен күшімен жығып бүгі пайын иеленді. Осылайша байрақты бәсекенің 2 дүркін жеңімпазы жеңісті жолын жалғастырды. Қазақстан барысы турниріне 5-ші рет қатысқан Алматы облысының балуаны Александр Косачев қостанайлық Алмас Жұмағалидан айласын асырды. Алғашында Александр жартылай жеңіске қол жеткізсе, келесіде бүгі пайын иеленді. Осыдан кейін де ұпай санын арттырып, қарсыласын айқын басымдықпен өтті. Алматылық Жансерік Жұмабай мен қызылордалық Мақсат Исағабыловтың күресі тәжірибелі балуанның жеңісімен аяқталды. Бойы да, салмағы да шамалас болғанмен Мақсат жарыстағы ең жас балуанды ұтып, келесі айналымға шықты. Ақтөбе облысының атынан шыққан Еламан Ерғалиев қызылордалық балуан Нұрым Сәлімгереев арасындағы кездесу бір сарынды өтті. Бұл сында бір ғана бүгі пайымен Қазақстан барысы турнирінің 2017 жылғы жеңімпазы Еламан жеңіске жетті. Осылайша алғашқы айналымда Ерсұлтан Мұзаппаров, Мұхит Тұрсынов, Айбат Сейтен, Нұрым Сәлімгереев сынды тәжірибелі балуандар жарыс жолынан шықты. Екінші кезеңді жамбылдық Айбол Айтбек пен маңғыстаулық Нұрдәулет Жарылғапов бастады. Бұл кездесуде 2 бүгі пайымен Нұрдәулет жеңімпаз деп танылды. Арман Қалиев пен Алтынбек Аусағитов бірден ұстасып алма-кезек шабуыл жасады. Негізгі уақыттың аяқталуына 40 секунд қалғанда Арман жартылай жеңіске қол жеткізді. Артынша тағы да ұпай санын арттырып, айқын басымдықпен өтті. Боз кілемге көтерілген Тоқтарбек Айдарбек пен Бекбол Нұрланұлы қарымта әдіспен ғана шектелді. Ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланған екеуі де жартылай жеңіс ұпайын иеленді. Жеңімпаз белдесу нәтижесінде анықталды. Руслан Әбдіразақ пен Ислам Махамбетов кілемге шыға сала, аңдыспай-ақ күресе кетті. Ислам әдіс жасауға тырысқанымен салмағы басым, дене бітімі үлкен Руслан қарсыласын қырқа шалып, таза жеңіске жетті. Келесі кездесуде елордалық Олжас Шымкеев пен алматылық Жасұлан Міркенов күресті. Жас балуан 3 минутта бойы қарсыласымен тең дәрежеде өнер көрсетті. Алайда тәжірибесі толысқан Олжас бүгі пайын иеленіп жеңіп шықты. Әсет Жүнісов пен Бегайдар Меңдешев байрақты бәсекеге алғаш рет қатысты. Жас балуандардың аяқ алысы көз қуантып,
көңіл сүйсінтті. Алғаш болып әсет қарсыласының аяғын іштен шалып, жартылай жеңісті еншіледі. Артынша бүк ұпайын иеленді. Жарыс соңында жамбас әдісін жасап, Бегейдардың жауырын жерге тигізді. Шығыс Қазақстан облысының өкілі Дәурен Нұралинов Қарағандылық Ақжігіт Оралов арасындағы кездесу уақытынан бұрын аяқталды. Жарыстағы ең ауыр балуан алғашқыда 2 бүк ұпайын иеленсе, соңынан таза жеңіске жетті. Бозгілемге шыққан ақтөбелік Нұрсұлтан Иманғазин мен атыраулық Сұңғат Зәкәрияев бірден күреспей, бірін-бірі аңдысып бақты. Әдіс жасай алмай, ұстасып жүрген екеуіне төреші ескерту берді. Кездесу соңына жақындағанда Сұңғат қарсыласының тізесін жерге тигізіп, бүк ұпайын иеленді. Бірақ одан кейін күреспей жүріп алуына байланысты үшінші ескертуін алып, жарыс жолынан шығып қалды. Бірде 8 финалдық іріктеу кезеңін Жамбылдық Ғалымжан Қырықбай мен Павлодарлық Мұхтар Дәлелхан бастады. Қос балуан арасындағы жеңімпаз кездесу соңында анықталды. Негізгі уақыттың аяқталуына 30 секунд қалғанда Ғалымжан бүк ұпайын иеленіп, артынша таза жеңіске жетті. 155 келілік әскер барысы Ерасыл Қажыбаев Шығыс Қазақстан облысының балуаны Саят Шәмшиевті еркін ұтты. Салмағының ауырлығын пайдаланған Ерасыл 2 бүк ұпайына қол жеткізді. Кездесу соңында жартылай жеңіске жетіп, келесі айналымға өтті. Ең тартысты әрі қызықты кездесу Айбек Нұғмаров пен Александр Косачев арасында өрбіді. Жеңіске ұмтылған қос балуан бірден ұстасып күресе кетті. Алдымен Александр қырқаш алып, Айбектің тізесін жерге тигізді. Осы әдісін қайталап, есеп айырмашылығын арттырды. Ұрымтал сәтте тағы бір бүк ұпайын иеленіп, жамбас ұпайын еншіледі. Алматы облысының балуаны тағы 2 бүк ұпайына қол жеткізді. Жеңістің сусып бара жатқанын сезген Айбек барын салды. Сөйтіп кездесудің аяқталуына 17 секунд қалғанда Александрдың жауырынын жерге тигізді. Таза ұтылған Александр басын ұстап, боз кілемнен тұрмай жатып алды. Жарыстың тағы бір фавориті Ақтөбелік Еламан Ерғалиев Қызылордалық Мақсат Исағабыловты қиналмай ұтты. Қырқаш алып, жартылай жамбас ұпайына ие болды. Жеңіле бастағанын сезген Мақсат жұлқа тартып, қарсыласының қолын жерге тигізді. Осылайша ұпай айырмашылығын қысқартты. Кездесу соңында Еламан бүк ұпайын иеленіп, жеңіске жетті. Келесі кездесуде Маңғыстаулық Нұрдәулет Жарылғаповтың жолы болды. Атыраулық Арман Қалиевпен күрескен ол 2 бүк ұпайын иеленіп, жеңісті жолын жалғастырды. Қазақстан барысы турнирінің бірнеше дүркін жүлдегері Руслан Әбдіразақов Бекбол Нұрланұлын бет қаратпай ұтты. Алдымен бір бүк және жамбас ұпайын иеленді. Ұрымтал сәтте Бекболда әдіс жасағанымен балуандар кілем сыртына шығып кетті. Төреші тұрғызып, қайта бастағанда Ақмола облысының өкілі бүк ұпайына қол жеткізді. Шиыршық атқан шиеленістің жеңімпазы кездесудің аяқталуына 1:42 секунд қалғанда анықталды. Қарсыласын өзіне асыра лақтырған Руслан таза жеңіске жетті.
Олжас Шынкеев пен Әсел Жүнісов арасындағы жеңімпаз негізгі уақытта анықталмады. Бүгіпайдан еленген қос балуан бел мен білек күшін сынасты. Белдесуде Олжас қарсыласын көтерген күйі кілемнен шығарып жіберді. Дәурен Нұралинов пен Нұрсұлтан Иманғазин дегеннен аңдысып бақты. Бірінші болып әдісті Шығыс Қазақстан облысының өкілі жасады. Қарсыласын жамбасқа лақтырып, Бүгіпайын иеленді. Кездесудің аяқталуына санаулы секундтар қалғанда, ақтөбелік балуан қырқа шалмақ болғанда қарсы әдіске түсіп, өзінің жауырыны жерге тиді. Осылайша Дәурен келесі айналымға өтті. Келесі кездесуде жүлдеден үміткер қос балуанның жолы түйісті. Боз кілемде жамбылдық Ғалымжан Қырықбай мен әскер барысы Ерасыл Қажыбаев күш сынасты. Қарсыласын қырқа шалған Қырықбаев алғашқы Бүгіпайға қол жеткізді. Одан кейін алыптар қанша алысқанымен бір-бірінің осал жерін таба алмады. Кездесу соңына дейін есеп өзгерген жоқ. Жарыстағы тағы бір тартысты кездесу Айбек Нұғымаров пен Еламан Ерғалиевтің арасында болды. Қазақстан барысы турнирінің жеңімпаздары тік тұрып, алыптарша айқасты. Қос мықты бір-бірін алып та, шалып та жыға алмады. Негізгі уақыттың аяқталуына санаулы секундтар қалғанда Еламан жамбас әдісін жасап, жартылай жеңіс ұпайын еншіледі. Осылайша ақтөбелік балуан 2018 жылғы есесін қайтарып, жартылай финалға жолдамал. Ал турнирдің 3 дүркін жеңімпазы болам деген Айбектің арманы бұл жолы орындалмады. Нұрдәулет Жарылғапов пен Руслан Әбдіразақов негізгі уақытта Бүгіпайдан еленді. Жеңімпаз белдесуде анықталды. Маңғыстаулық балуан қарсыласын жұлқа лақтырып, таза жеңіске жетті. Ал турнирдің бірнеше дүркін жүлдегері Руслан жарыс жолынан шықты. Жарыс көрігін қыздырған кездесудің бірі Олжас Шынкеев пен Дәурен Нұралинов арасында өтті. Балуандар бірін-бірі 1 минуттан аса аңдысып бақты. Сәті келгенде қарсыласын қырқа шалған Дәурен Бүгіпайын еленіп алға шықты. Артынша тағы да есеп айырмасын арттырды. Жеңістің сусып бара жатқанын сезген Олжас әдіс жасап Бүгіпайын еншіледі. Бұдан кейін шығыстың балуаны тағы Бүгіпайына қол жеткізді. Санаулы секундтар қалғанда Олжас барын салып көргенімен, одан еш нәтиже шықпады. Енді күрес жүріп жатыр. Әділ қазылар тоқтатып, ортадағы судья емес. Басты руководство төреш тоқтатып отыр, соны түсінбей қалдым. Қалай командалар кетіп жатқан. Қалай қиын болды ма? Қиын болды, я. Тем более, отып жатқан жерден маған оценканы удержать надо. Мен бір жерде күрес отырмын, ковердің сыртынан қашып жатқан жоқпын. Жай бұйырған болады. Қалай енді қазір алдыңғы қарсыластар қиындау ма? Иншалла қазір. Уже қиын кезеңге өттік қой. Жеңілдеген адам болған жоқ, бұның ішінде керек. 4-ші белдес құдай қаласа. Бәрі мықты болды. Оларына рахмет айтамын. Енді олар да палуанның түсініспеушілігі, олар да енді судья да қателеседі, адамдар да қателеседі. Енді ондай жағдайлар болады адам болғанша. Бірақ палуанды неғұрлым біз ашуланба деп үйретеміз. Оларға эмоцияға беріліп, біраз адамдар нетіп кетеді, ол эмоциясын соңында шығарып алады. Біз басамыз енді ондайлар. Финалдық кезеңнің жолдамасын Еламан Ерғалиев пен Ғалымжан Қырықбай сарапқа салды. Қарсыластарын қоғадай жапырған қос балуан аянып қалған жоқ. Қанша алысқанмен атан жілікті алыптар бірін-бірі ала алмады.
ширақ қимылдап, белсенділік танытқан Ғалымжан соңғы минутта әдіс жасап бүгіпайын еленді. Бұдан кейін Еламан шабуылдай бастады. Бірақ шалып жықпақ болғанда қарсыласы сытылып шығып, өзінің жауырыны жерге тиді. Осылайша негізгі фаворит болған Еламан бас жүлдеден үмітін үзді. Финалдық сынның тағы бір жолдамасын Дәурен Нұралинов пен Нұрдәулет Жарылғапов сарапқа салды. Қос балуан арасындағы жеңімпаз негізгі уақыттың аяқталуына санаулы секунд қалғанда анықталды. Қарсыласын қырқа шалған Дәурен бүгіпайын еленді. Бұдан кейін Нұрдәулет арыстаншы атылғанымен 6 секундта есепті өзгерте алмады. Жарыстың қола белбеу егері Нұрдәулет Жарылғапов пен Еламан Ерғалиев кездесуінде анықталды. Алғашқы болып Нұрдәулет әдіс жасап бүгіпайын еленді. Одан кейін Еламан қарсыласын алып та, шалып та жығуға тырысты. Бірақ онысы нәтижесіз болды. Жарты минут қалғанда Еламанды Нұрдәулет іштен шалып, таза жеңіске қол жеткізді. Мында зауық финал Нұралиновтың Дәурен бауырымызға қатысып қалғам. Ашуландың, неге ашуландың сол кезде? Просто өз енді сұхбаттың үстінде андай бір ұтылған кез бір еркектің намысы болды әр адамда. Бір ұтылғанға бір жинанғанша ол үшін кешірімді сұраймын қазір. Мына жерде студиялардан да кешірім сұраймын. Мен Алла ризалық үшін кешірсін. Просто мен бір үшінші ескерді финалға шыққым келген осы жылы. Өзім марқұм әкем жақсы көретін. Былтыр коронавирустың кезде қайтқан. Осы жеңісім әкем бар. Ой, молодец. Үшінші орынға күресу қиын болды ма? Ауырсындың ғой сен. Травма алып қалдың ба? Осыдан бір ай бұрын жамбасым шығарып алыппын ғой. Сол аяғым жаңада кішкене қозғалты болды деймін. Сол себептен кішкене осы күрес алмадым дұрыс. Аллаға шүкір бірақ. Қиын болды ма жарыс? Өте қиын болды. Иә. Сен осы үштіктен көрінем деп едің, уәдеңде тұрдың. Болашақта бірінші орын алуға таласасың ба? Алла қаласа алдағы жоспарда осы Қазақстан барысы болсын. Осы чемпионат мир бар, бәріне дайындалып, Алла қаласа келесі жылдан бастап уже жақсы дайындықпен жасаймыз. Чемпион боламыз Алла қаласа. Қиын болды. Қарсыластар бәрі сен түрмен атайын. Білем мықты балуандар ғой. Абдыразақтың өзі бұрынғы призер, әлем чемпионы. Мына Нұралиновтың өзі де енді бірталай жарыстың жеңімпаздары ғой. Бізде де көріп жүрген мықты балуан. Енді Еламанның өзі енді бір төбе 17 жылғы чемпион, барыстың жеңімпазы. Сондықтан жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Қобалжу болды ма? Әрине қобалжу болды. Жаңа соңғы секундта ұтылып қала ма деген, ескерту алып қала ма деген қорқыныш болды. Әрине енді әр палуанның өзінің бір секреті болады, әдістері бар. Сол жасап абырой. Қойылған мақсат орындалды ма? Жалпы орындалды деп ойлаймын. Біз негізі финал деп ойлағанбыз, финалға шығамыз деген. Енді ол үшінші орында күш қой, үште болса күш. Жарыс әділетті ме? Әділетті. Бірақ кейбір енді төрешілердің қателіктері бар енді. Оны енді ескерілмейді ғой бұндай жарыста. Болашақта не жазба? Алла бұйырса, Қазақстанның жеңімпазы болу, әлемді ағындыру. Келесі жыл қайта келіп осы жеңімпаз болу. Финалға қазақ күресінің өзіндік мектебі қалыптасқан Шығыс Қазақстан мен Жамбыл облысының балуандары шықты. Ғалымжан Қырықбай мен Дәурен Нұралинов аса сақтықпен күресті. Алғашқы болып Ғалымжан әдіс жасап, Дәуреннің қолын жерге тигізді. Артынша осы әдісті Дәурен жасап, ұпай санын теңестірді. Осыдан кейін кездесу соңына дейін есеп өзгерген жоқ. Жеңімпаз белдесуде анықталды. Ғалымжан қарсыласын денесінен асыра лақтырмақ болғанда өзінің жауырыны жерге тиіп жеңіліс тапты. Ал Дәурен Нұралинов жарыс жеңімпаз атанды.
Дәке құтты болсын мына жеңісің. Молодец. Молодец. Жеңіс біздікі. Құтты болсын. Өте қиын болды өздерің көргендей. Жеңіл балуан болған жоқ, 5 кездесуде де. Жәнегі Ғалымжан Қырықбай финалда өте жақсы күрес көрсетті жас болғанмен. Болашағы бар балуан. Осы барысты осы жылы ата-анама арнағым келіп тұр. Жеңісімді. Құдай қаласа келесі жылы қайталауға тырысам осы дәрежеге жеткенімді. Аллаға шүкір ақырын орындап келе жатыр. Әлі шығатын белестер алда бұл баланы. Дәуре сияқты жігіттер көп па? Бар артта, оқушылар бар, шәкірттер бар. Өсіп келе жатыр. Болашақта жоспар қандай? Жоспар енді осыны әлем чемпионатқа шығу, әлем барысын ұту деген сияқты. Жоламан Салықбаев қуаныш деген, тағы да мына Айбек өзіміздің Нұғымаров. Жалғастырып кеткен жолдардың інілері Дәурен жалғастырып жатыр. Дәуренді осының алдында барыста күрескен болатын. Осының алдыңғы барыста осы біздің Айбектен ұтылған болатын. Енді көрдіңіз бе? Шығыстың абыройын асырып, бәріміздің мәртебемізді көтеріп, шығыстың палуандары сондай екен деген сөзге жеткізді. Қуанып тұрмыз. Көңіл-күйім жақсы, өте қуаныштымын. Біраз уақыт дайындалдым, ұзақ уақыт осы Қазақстан барысына. Маған бұйырып тұр екен, екінші орын. Аллаға шүкір. Қобалжып болдың? Қобалжып әрине, бірінші рет болғаннан кейін болады. Бірақ дайын болдым психологически, өзім кіммен шықсам да өзім деп. Бар ғой, бірінші орын қолдан кетті ғой былайынша. Спорт қой енді, ешкімге ренжи алмаймыз. Өз қолымыздан кетті. Күрес ауыр болды ма? Күрес оңай болған жоқ, önce мықты палуандармен шықтым. Қазақстан барысы, екінші орын алып жүрген палуандармен оңай болған жоқ. Әрқайсы соперниктердің бәрі мықты, дайындалып келген. Маған бұйырып тұр екен, Аллаға шүкір деп айтамын. Болды осы. Финалда болды осы әттең. Сәл асығыстық жасап қойдық па деп ойлап жатырмын, бірақ Аллаға шүкір осыған да жетсін. Бірінші рет қатысып отырмыз осы жарысқа. Біз облыстан іріктеу жарысынан 2 жыл өте алмадық. Осы жыл өттік іріктеуден. Енді бірінші жарысы осы. Орындадық дейміз, мақсатымызды орындадық біз енді. Енді жыл енді. Болашақ қандай мақсат? Болашақ енді Қазақстан барысы болу. 1 жылдық үзілістен кейін қайта жалғасып, 10-шы рет өткен Қазақстан барысы турнирі өз мәресіне жетті. Бұл жолғы ерекшелік жарыс фавориті деп саналған кіл мықтылар жарыс жолынан шығып, жеңіс тұғырына жілік майы толысқан жастар көтерілді. Қола белбеу Маңғыстаулық Нұрдәулет Жарылғаповтың қанжығасына кетті. Оған 1.800.000 теңгенің сертификаты ұсынылды. Бапкері Елубай Кенжебайға 900.000 теңге тарту етілді. Ал күміс белбеуді жамбылдық Ғалымжан Қырықбай еншіледі. Екінші орын егері 5.500.000 теңге, жаттықтырушысы Бақтияр Ақбергеновке 1.800.000 теңге берілді. Жарыстың алтын белбеуімен тай-тұяқ алтын қарсыластарын қоғадай жапырған Шығыс Қазақстан облысының балуаны Дәурен Нұрәліновке бұйырды. Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазына 25 миллион теңге, бапкері Ербол Игенбаевқа 3.500.000 теңге табыс етілді.